Келер жылдан бастап еліміздегі мемлекеттік сатып алу тендерлеріне өз кәсіпкерлерімізден бөлек Ресей мен Белоруссияның да компаниялары қатыспақ. Ал енді ғана еңсесін көтеріп келе жатқан қазақстандық іскерлер үшін бұл үлкен бәсеке болғалы тұр. Дәлірек айтқанда олар жаңа өзгеріске дайын емеспіз деп отыр. Бұл Павлодардағы фармацевтикалық компания шығарылған өнім негізінен мемлекеттік сатып алу бойынша нарыққа жол тартады. Десе де алдағы жылы елімізге Ресей мен Беларусь тауарлары енетін болса, бәсекеге төтеп беру қиынға соғатын сыңайлы. Шамамен 20% ұтылатын шығармыз. Ең бастысы бірдей жағдай жасалса екен. Сонда біз де Ресей мен Беларусьқа шығып, кәсібімізді дөңгелетудің амалын қарастырамыз. Онсыз қиын болғалы тұр. Тұрарбек Әмірханұлының бұл кәсіпті қолға алғалы 17 жыл болған, нарықтан тиісті орын тапса да қаржы министрлігінің бастамасынан үрейленіп отыр. Бұл мәселеге кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын Қазақстанның ұлттық кәсіпкерлер палатасы да алаңдаушылық білдіруде. Кедендік одақ аясында бәсекеге төтеп бере аламыз деп айта алмаймыз. Бұл жағымды өзгеріс емес әрине. Оның үстіне біздің тауарлар өтімді болған күннің өзінде де екінші тағы бір мәселе бар. Кедендік одақ аясында сертификат алу қажет. Бұл да қиындау дүние болайын деп тұр. Десе де осындай өзгерістері бар заң жақында мәжілістің қарауына келіп түсті. Ол мақұлданар болса, мемлекеттік сатып алуларға өзге мемлекеттің де кәсіпкерлері қатысуға мүмкіндік алады. Бұл онсыз да бәсекеге қарсы тұра алмай отырған кәсіпкерлер үшін тағы бір соққы болғалы тұр. Нарықты өзгелер билеп кетуі мүмкін дейді депутаттар. Бұл қазақстандық өнімдердің мүлдем жойылуына кеп соқтырмайды ма? Қолжетімді баспана дейміз, ал материалдың бәрін шетелден тасып жатырмыз. Өз елімізде зауыттар салып, өзімізді өзіміз қамтимыз деп жоспарлар құрдық. Енді соның бәрі құрдымға кетеді ме? Мына заңды қабылдасақ, отандық өнімдердің болашағына өз қолымызбен өзіміз балта шабамыз ғой. Осылай деп депутаттар қаржы министрінің орынбасарына шүйліккенімен жауап ала алмады. Біз де хат жолдадық. Бірақ шала жансар жобасы сынға іліккеннен бе, министрлік бізге де жартып жауап қатпады. Мемлекеттік сатып алу туралы заңға өзгертулер енгізілгеннен соң ғана жауап береміз деп жазбаша хат жіберіпті. Депутаттардың пікірінше Қазақстанда 1000 кәсіпорынға шаққанда 50 ғана бәсекеге қабілетті, қалғандары шағын әрі өңірлерден аспайды, яғни әлсіз. Сарапшылар болса бәсекеге бейімделе алмаған кәсіпкерлердің өзін кінәлі санайды. Ал Ресей және Беларусь іскерлерінің Қазақстан аумағына қандай шартпен және қашан кіретіні әзірге белгісіз қалып отыр. Ердәулет Байдуллаев, Марат Құрақов, Адай Әбділдин, Артем Кохин, 7-ші арна.